Сәлеметсіңдер ме балалар? Біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз музыкант болу арманым тақырыбына арналады. Музыка ғажап әлем. Музыканы кім жақсы көрмейді? Қазақ халқы әрқашан музыка өнеріне жақын болған. Тарихи мәліметтер, музыкант этнограф ғалымдардың зерттеулері қазақтың керемет әнші, суып салмақ халық екенін дәлелдеген. Ата-бабаларымыз мұраға қалдырған әндер мен күйлер, жыр термелер қазірде біздің өмірімізде үлкен орын алады. Ал музыкалық қазынамызды бізге жеткізген кімдер? Әрине, халықтың өзі және кәсіби мамандар, сал-серілер, әншілер мен күйшілер, жыраулар. Міне бұлар өткен замандағы кәсіби музыка мамандары. Балалар, қазір осы кәсіби музыка мамандығын таңдаған жас дарындардың орындауында Дәулеткерейдің Көріғұлы күйін тыңдаймыз. Бүгінгі музыкалық саяхатымыздың қызықты бір кезеңі бұл сөз жұмбақты шешу. Олай болса, осы тақырыпқа қатысты музыкантпын атты сөз жұмбақты шешіңдер. Домбыра тартатын музыкант. Гусли аспабында ойнайтын музыкант. Қобыз аспабын тартатын музыкант. Сырнай аспабында ойнайтын музыкант. Скрипка аспабында ойнайтын музыкант. Дабыл аспабында ойнайтын музыкант. Пианино аспабында ойнайтын музыкант. Флейта аспабында ойнайтын музыкант. Музыканы жазатын маман.
әнге өлең жазатын маман, ән айтатын маман. Балалар, енді мамандығым туралы музыкалық әңгіме атты көркем шығарманы тыңдаңдар. Сен тыңдайтын музыкалық шығарманың авторы бала кезінен бастап музыкант боламын деп армандайтын. Бір күні кішкентай Наргиз анасымен бірге қыдырып жүріп, музыка мектебінің алдынан өтіп бара жатады. Бір кезде ол аспаптың әдемі, нәзік дауысын естіп, тоқтап, аяғына дейін мұқият тыңдайды. Ұнаған аспабы скрипка. Содан оның арманы скрипкашы болу екен. Тағы бір күні олар балаларға арналған концертке барады. Онда домбыра тартқан баланың, екі қыздың флейта мен рояльді шебер ойнағандарына және керемет ән салған әншінің даусына таң қалады. Анасына «Мен музыкант боламын» деп, музыка мектебінің фортепиано сыныбына түседі. Көп жылдар бойы музыкалық білім алып, қазір Наргиз өз қалаған композитор мамандығы бойынша жұмыс істеп жатыр. Бала жасынан есте қалған оқиғаларды нотаға түсіріп, сендерге мамандығым туралы музыкалық әңгіме деген шығарма сыйлады. Балалар, шығармада композитор қандай музыкалық мамандықтар туралы әңгіме жүргізді? Тор көздерді толтырып, айтып беріңдер. Иә балалар, бірінші сыныпта үйренген әнші балапан әнін еске түсірейік. Бәріміз қосылып, көңілді орындайық. Білім ғылым өнерге қанат қағар кездерің, ата салтын ертеңге жеткізетін өздерің, жеткізетін өздерің. Әнші биші, әнші балапан, әнші жыршы, күйші балапан. Әнші биші, әнші балапан, әнші жыршы, күйші балапан. Даңқын елдің көтерер, әнмен күймен өздерің, ойың алға жетелер, арман қуған кездерің, арман қуған кездерің. Әнші биші, әнші балапан, әнші жыршы, күйші балапан. Әнші биші, әнші балапан, әнші жыршы, күйші балапан. Музыкант – музыка саласында жұмыс істейтін маман. Кәсіби түрде музыкамен шұғылданады. Олар композитор, дирижер, әнші, аспапта орындаушы және тағы басқалар. Аспаптық музыка арнайы музыкалық аспаптарда орындауға арналған шығарма. Балалар, біздің бүгінгі музыкалық саяхатымызда сендер музыкант мамандығына байланысты көркем шығармалар тыңдадыңдар. Сонымен қатар осы тақырыпқа байланысты әдемі тапсырмаларды да ойдағыдай орындадыңдар. Бәрекелді, жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызды көңілді әуенмен аяқтаймыз. Сау болыңдар балалар.